Бизнес идеяны таңдау. Б. Бизнес идеяны қалай таңдауға болады? Кез келген жоспарлаудың негізі бизнес идеясына негізделген. Идея болашақта не істейтініміз туралы түсінік береді. Бизнес идея бұл бизнесті жоспарлаудың бастауы. Барлық жетістіктер бизнес идеяны дұрыс таңдауға байланысты. Өз ісіңді қалай бастау керек? Кем дегенде 3 жауап бар. Дайын бизнесті сатып алыңыз. Бизнесті сатып алудың әрине өзіндік артықшылықтары бар. Біріншісі, бизнестің сатып алғаннан кейінгі күні табыс әкеле бастау. Екіншісі, тәуекелдер азаяды, өйткені бизнестің өз сатып алушылары бар. Бірақ дайын бизнесті сатып алу көп ақша жинауды талап етеді, және бұл қиын болуы мүмкін. Франчайзингті қолдана отырып бизнесті сатып алу. Франчайзингті сатып алу, яғни бұрыннан белгілі кәсіпорынның сауда маркасы мен технологиясын қолдану. Франчайзингті сатып алу бұл инвестиция салғысы келетіндерге арналған нұсқа, бірақ өз бизнесін нөлден құруға дайын емес. Франчайзинг жаңа кәсіпорынның банкроттық тәуекелдерін азайтуға және бастапқы инвестицияларды азайтуға мүмкіндік береді. Басқа жағынан сатып алушы өз бизнесінің иесі сияқты іс-әрекетте еркін емес. Өз ісіңізді нөлден бастаңыз. Мүлдем жаңа нәрсе ойлап табу өз бизнесіңізді құрудың ең қиын жол. Негізгі қиындықтар біріншіден мүлдем жаңа идеяны ойлап табу мен екіншіден оны жүзеге асыруда үлкен тәуекелмен байланысты. Егер сізде бастапқы капитал жеткіліксіз болса, онда сіз келесі тарап инвесторлар мен серіктестерін іздеуіңіз керек. Инвесторларды табу өте қиын болады, өйткені аз адамдар өз ақшаларын күтпеген нәрсеге салуға келіседі. Дегенмен, дәл осы жол сізді байлық пен даңққа жетелейді. Бизнес идеяны қалыптастыру үшін қажет. Нарықтық сұраныс туралы түсініктің болуы. Нені өндіру, сату керектігін түсіну керек. Сіз өзіңіздің сатып алушыларыңызды, клиенттеріңізді білуіңіз керек. Сіз өнімді, қызметті қалай және қайда сату керектігін білуіңіз керек. Сіз өзіңіздің бизнесіңіздің қоғамға қандай пайда әкелетінін білуіңіз керек. Сәтті идея болуы керек. Сатып алушы сіздің өніміңізге, қызметіңізге қызығушылық танытуы керек, әйтпесе бизнес жоқ. Кейде сатып алушы сіздің өніміңіз туралы білмей, сол тауардың қажеттілігін білуі керек. Мысалы, сатып алушы дәрі-дәрмектің бар жоғын білмей, оның қажеттілігін білуі керек. Сатып алушылар сіздің затыңызды сатып алуға қабілетті болуы керек. Егер сіз адамдардан тұрақты сүт сатып алатыныңызды сұрасаңыз, онда 10 адам иә деп жауап береді. Бірақ егер сіз олардан 2 есе көп төлеуге дайын екеніңізді сұрасаңыз, онда сіз қалаған жауап ала алмайсыз. Бизнес идеяны қалыптастыру үшін қажет. Нарықтық сұраныс туралы түсініктің болуы. Нені өндіру, сату керектігін түсіну керек. Сіз өзіңіздің сатып алушыларыңызды, клиенттеріңізді білуіңіз керек. Сіз өнімді, қызметті қалай және қайда сату керектігін білуіңіз керек. Сіз өзіңіздің бизнесіңіздің қоғамға қандай пайда әкелетінін білуіңіз керек. Сәтті идея болуы керек. Сатып алушы сіздің өніміңізге, қызметіңізге қызығушылық танытуы керек, әйтпесе бизнес жоқ. Кейде сатып алушы сіздің өніміңіз туралы білмей, сол тауардың қажеттілігін білуі керек. Мысалы, сатып алушы дәрі-дәрмектің бар жоғын білмей, оның қажеттілігін білуі керек. Сатып алушылар сіздің затыңызды сатып алуға қабілетті болуы керек. Егер сіз адамдардан тұрақты сүт сатып алатыныңызды сұрасаңыз, онда 10 адам иә деп жауап береді. Бірақ егер сіз олардан 2 есе көп төлеуге дайын екеніңізді сұрасаңыз, онда сіз қалаған жауап ала алмайсыз. Бизнес идеяны қалыптастыру үшін қажет. Нарықтық сұраныс туралы түсініктің болуы. Нені өндіру, сату керектігін түсіну керек. Сіз өзіңіздің сатып алушыларыңызды, клиенттеріңізді білуіңіз керек. Сіз өнімді, қызметті қалай және қайда сату керектігін білуіңіз керек. Сіз өзіңіздің бизнесіңіздің қоғамға қандай пайда әкелетінін білуіңіз керек. Сәтті идея болуы керек. Сатып алушы сіздің өніміңізге, қызметіңізге қызығушылық танытуы керек, әйтпесе бизнес жоқ. Кейде сатып алушы сіздің өніміңіз туралы білмей, сол тауардың қажеттілігін білуі керек. Мысалы, сатып алушы дәрі-дәрмектің бар жоғын білмей, оның қажеттілігін білуі керек. Сатып алушылар сіздің затыңызды сатып алуға қабілетті болуы керек. Егер сіз адамдардан тұрақты сүт сатып алатыныңызды сұрасаңыз, онда 10 адам иә деп жауап береді. Бірақ егер сіз олардан 2 есе көп төлеуге дайын екеніңізді сұрасаңыз, онда сіз қалаған жауап ала алмайсыз. Бизнес идеялар әртүрлі болуы мүмкін, оларға келесі факторлар әсер етеді. Жас, жынысы, геолокация, әлеуметтік мәртебе, тілектер, мүдделер, мәселелер, киял, айналадағы адамдар, күнделікті кесте, энергия, физикалық қабілеттер, шектеулер, физикалық, моральдық. Бизнес идеяның рентабелділігін, өміршеңдігін талдау. Талдау. Өзіңізге сұрақ қою маңызды, кәсіпорынның қай түрі сәтті болар еді. Келесі сұраққа жауап беруіңізді сұраймын.
сізде болашақ бизнесіңіз туралы нақты ұсыныс бар ма? Барлығы таныстыра бастауы және болашақ бизнес жобасының жоспарын құра алу үшін, жалпы аудитория үшін сіздің тарапыңыздан бірнеше мысал естігім келеді. Жалпы көзқарас үшін біз бір бизнес идеяны егжей-тегжейлі талдауды ұсынамыз. Неліктен мұндай бизнеспен айналысу керек? Біріншіден, саланы таңдау, транзакция неғұрлым көп болса, жұмыс істеу оңайырақ болады. Монша үшін клиентті және компьютерді сатып алу үшін клиентті табу шығындары онша ерекшеленбейді. Бірақ бірінші жағдайда сіз 100,000 теңге, ал екінші жағдайда 10,000 теңге табасыз. Уақыт пен ресурстарды жұмсаңыз, 10 есе көп емес, мүмкін аз. Екіншіден, өйткені сатылатын материалдарды басып шығарудан басқа ешқандай инвестиция қажет емес. Бизнес идеясы туралы не білуіңіз керек? Табысты кәсіпорын бір уақытта клиенттердің қажеттіліктерін қанағаттандырады және сіздің үміттеріңізді жүзеге асырады. Басқаша айтқанда, сіздің бизнесіңіз адамдарға қажет нәрсені немесе сатып алғысы келетін нәрсені өздері төлей алатын және төлеуге дайын бағамен сатады. Бірақ бұл кәсіпорын сізге жеткілікті табыс пен жеке қанағат әкелуі керек. Сондықтан сіз өзіңіздің клиенттеріңізге де, сізге де тиімді болатын бизнес идеяларды анықтап дамытуыңыз керек. Ол үшін бұл идеяларды жақсы тұжырымдап, оларды бір-бірлеп зерттеу өте маңызды. Табысты кәсіпорынның кепілі табысты бизнес идея. Сіздің бизнес идеяларыңызды дамыта отырып, сіз 4 негізгі сұраққа жауап беруіңіз керек. Кәсіпорын есептелген клиенттердің қажеттіліктері қандай? Кәсіпорын қандай өнімді немесе қызметті сатады? Кәсіпорын тауарды немесе қызметті кімге сатады? Сіз тауарды немесе қызметті тұтынушыларға қалай жеткізесіз? Клиенттердің қажеттіліктері қандай? Сіз жауап беруіңіз керек. Бірінші сұрақ: кәсіпорын тұтынушылардың қандай қажеттіліктерін қанағаттандырады? Сіздің бизнес идеяңыз әрқашан клиенттерге және олардың қажеттіліктеріне назар аудару керек. Бизнес идеяны әзірлеу кезеңінде сіздің әлеуетті клиенттеріңіздің қажеттіліктерін анықтау өте маңызды. Оларды тыңдаңыз. Олар барлық жерде. Мен жақында жұмысқа шығуым керек. Балаларды қалдыратын ешкім жоқ. Мен үйдің жанында балабақша болғанын қалаймын. Егер мен оны жөндейтін білікті механик таба алсам, менің трактым қайтадан сынған болар еді. Сіздің бизнесіңізді құру оңай емес. Бұл көп жұмыспен ұйымдастыруды қажет етеді. Егер сіз нақты қажеттілігі бар кәсіпорын қумасаңыз, сіз барлық күшпен инвестицияланған ақшаны жоғалтасыз. Қандай өнімді немесе қызметті сату керек? Сізге жауап беру керек. Екінші сұрақ: кәсіпорын не сатады немесе қандай қызмет көрсетеді? Сіздің бизнес идеяңыз сізге жақсы таныс тауарлармен немесе сіз ұсына алатын қызметтермен байланысты болуы керек. Бұл сонымен қатар тұтынушылар сатып алуға дайын тауарлар немесе қызметтер болуы керек. Өнім бұл сіз өзіңіз жасайтын немесе сатып алатын және қайта сататын нәрсе, мысал, қуалдар, кондитерлік өнімдер, маталар, киім, нан өнімдер, сүт өнімдер және қызмет бұл сізге ақша төлейтін адамдар үшін жасайтын нәрсе, мысалы, шағын мейрамхананы басқару, азық-түлік жеткізу, интернет-кафе басшылығы, шаштаз, көлік жуу, жөндеу шеберханасы және тағы басқа. Сіз өнімді немесе қызметті кімге сатасыз? Үшінші сұрақ: сіздің клиенттеріңіз кім болады? Сіздің өніміңізді немесе қызметтеріңізді сатып алатын адамдар кім? Сіз тартқан клиенттер сізге өз ақшаларын әкеледі. Сіз өзіңіздің тауарыңызды сатқыңыз келе ме, әлде белгілі бір клиенттер тобына, немесе сіздің аймағыңыздағы аудан, қала, барлық тұрғындарға қызмет көрсететіндігіңізге көз жеткізіңіз. Сіздің бизнесіңіздің пайда табуы үшін, сіздің тауарыңыз бен қызметтеріңіз үшін төлеуге қабілетті және дайын адамдар жеткілікті болуы керек. Бірдеңе жасамас бұрын, сіздің өніміңізді немесе қызметіңізді сатқыңыз келетін клиенттерді нақты елестету өте маңызды. Сіз өзіңіздің өніміңізді немесе қызметіңізді қалай сатасыз? Сізге жауап беру керек. Төртінші сұрақ: кәсіпорын тауарларды немесе қызметті қалай сатады? Сіз өзіңіздің өніміңізді немесе қызметіңізді қалай сатасыз деп ойлайсыз? Егер сіз дүкен ашуды жоспарласаңыз, онда бәрі анық. Бірақ өндіруші немесе сатушы бірнеше жолмен сата алады. Мысалы, өндіруші өз тауарларын тұтынушыларға тікелей сата алады, немесе оларды бөлшек сауда желісі арқылы сата алады. Кейбір кәсіпорындар өнімді тұтынушыларға тікелей сатады. Басқалары өнімді бөлшек сауда желісі арқылы сатады. Егер сізге қазір бір немесе басқа сұраққа жауап беру қиын болса, сіздің идеяңызды жетілдіру және бизнесті ықтимал бизнес идеялардың ең жақсы идеясынан бастау үшін біздің курстар кезеңінде барлық сұрақтарды кезең-кезеңмен егжей-тегжейлі қарастыру қажет. Сіздің алдыңызда тұрған кестемен танысып шығыңыз.
Тауарды, қызметті өткізу нарығын талдау. Зерттеу жүргізу қажеттілігі өндіруші немесе сатушы өз тауарлары мен қызметтерін жылжыту мүмкіндіктерін бағалауды, сондай-ақ ықтимал өсу әлеуетін анықтауды қалаған кезде пайда болады. Техникалық тұрғыдан алғанда, ірі ойыншылар өздерінің тауар нарықтарын үнемі бақылап отыруы керек. Әйтпесе, тұтынушылық сұраныстың айтарлықтай өзгеруін байқамау қаупі жоғары. Қызметтер мен тауарларды өткізудің жеке нарығын шартты түрде бірнеше бөлікке бөлуге болады. Ұсынылған өнім туралы білмейтін тұтынушылар, бәсекелестерден тауарлар мен қызметтерді сатып алатындар, ол туралы білетін, бірақ қандай да бір себептермен сатып алмайтын тұтынушылар, компанияның клиенттері, яғни білетін және сатып алатын адамдар. Белгілі бір тауар нарығының осындай сегментациясын алғаннан кейін талдауды төменгі деңгейге тереңдету қажет. Шын мәнінде аңған тұтынушылар топтарымен дұрыс жұмыс істеу компанияның өсуіне үлкен мүмкіндіктер ашады. Сонымен қатар, жаңа сатып алушыларды тарту арқылы ғана емес, сонымен қатар өз қателіктерін жоюға бағытталған күш-жігердің көмегімен. Мысалы, егер сіз бәсекелестерден сатып алғысы келетіндермен жұмыс істей бастасаңыз, онда клиенттер неге басқалардың пайдасына таңдау жасайтынын білуіңіз керек. Кейбір критерийлерді түзету өте қиын. Мысалы, компанияның географиялық орналасуы немесе өнімнің ерекшелігі. Дегенмен қызмет көрсету деңгейі мен жылдамдығы, қосымша қызмет, баға-сапа қатынасы сияқты нәрселерді салыстырмалы түрде тез жақсартуға болады. Бүгінде шағын бизнес жұмыс істейтін нарықта монополист бар деп елестету қиын. Шағын бизнес қатаң бәсекелестік шешімдер жарысы, технологиялар, клиенттік бағдарламалар, қызметті жетілдіру жағдайында дамиды. Сондықтан нарыққа шығып ақша жоғалтпаңыз, тұтынушы айырмашылықты көрмей, сізді байқамайды. Сондықтан сіздің бірегейлігіңіз туралы айтыңыз. Неліктен және неге сіздің өнімдеріңіз ұқсас өнімдерге қарағанда жақсы болатынын айтыңыз. Сіздің өніміңізге немесе қызметіңізге ғана тән ерекше қасиеттерге ие бола отырып, сізге нарыққа шығу және тұтынушыларды тарту оңайырақ болады. Көбінесе мұндай айырмашылықтар бірегей сауда ұсынысы деп аталады. Бұдан әрі оны қалыптастырыңыз. Қалай құрылады? Сіздің өніміңіз, қызметіңіз бәсекелестіктен гөрі жақсы ма? Неліктен сіздің өніміңіз, қызметіңіз бәсекелестіктен жақсы? Сонымен қатар, сіздің клиент шынымен қызықты болуы керек екенін әрдайым есте ұстаған жөн. Есіңізде болсын, төмен баға сіздің емес. Сіздің бәсекелестеріңіз сізді нарыққа жібермеу үшін тауардың немесе қызметтердің құнын төмендетуі мүмкін. Мысал, шаштараз. Кәдімгі шаштараз қызметтерін сатыңыз. Шаш қию, сәндеу, бояу және. Мақсаты бизнес айналымын 2 есеге арттыру. Решение: компания әртүрлі шаш үлгілері мен шаш түстері бар шашты сатып алды. Әрбір клиент парикті тегін киіп, оған сәйкес келетінін көре алады, ол үшін немесе басқа шаш қию. Сондай-ақ, егер клиент фотосуретті ұсынса, мамандар чизде детста жаңа шаш үлгісінің немесе түстің эскизін жасай алады. Неліктен? Клиенттер көбінесе шаштаразға барғаннан кейін бастарында не болып жатқанына наразы. Алдын ала оң нәтижеге кепілдік береді. Нәтижесі: клиенттер нәтижеге риза, ауызша сөз басталды. Енді шаштаразға жазу 3 апта бұрын жүргізілуде. Позициялау дегеніміз не? Позициялаудың көптеген анықтамалары бар, бірақ бәрінен бұрын есте сақтау керек. Позициялау – бұл технология. Кіре берісте маркетингтік зерттеулерден алынған тұтынушылардың мотивациясы. Шығу кезінде тұтынушыға оның мотивациясын түсіндіру. Позициялаудың көптеген нұсқалары бар, бірақ бұл тұжырымдаманың авторы әйгілі Джек Траут болды. 30 жыл бұрын ол позициясыз маркетинг тиімді болмайды деп мәлімдеді. Джек позициялау – бұл сатып алушылардың белгілі бір брендті қалай қабылдайтыны және оны белгілі бір қасиеттермен байланыстыратыны туралы айтты. Позициялау – бренд үшін бәсекелестер басып алған позицияларға қатысты тұтынушылардың санасында ең тиімді позицияны жобалау және құру. Позициялаудың мақсаты – тұтынушыларды тарту мақсатында бәсекелестік ортада саралау. Маңыздысы, бұл тұтынушының санасындағы позиция туралы, оның өнімге деген субъективті көзқарасы туралы және оның шын мәнінде қандай орын алатындығы туралы емес. Қабылдау шындықтан гөрі маңызды. Мысалда, терминді түсіндірейік. Компаниясы ыдыс-жууға арналған сұйықтық шығарады делі. Дүкендерде мұндай өнімдердің үлкен ассортименті бар және тұтынушыларда сұрақ туындайды, оларды қалай ажыратуға болады. Ал өндірушілерде неге баса назар аудару керек? Айырмашылығы неде? Бәсекелестер арасында қандай позицияны таңдау керек? Айырмашылықты таңдағанда сізге қажет. Бүгінгі таңда ұсыныс сұраныстан асып түседі және қажетті сегментті қамту үшін аудиторияның тілектерін, оның қажеттіліктері мен қажеттіліктерін ескеру қажет. Тұтынушыларды гипоаллергенді сұйықтықтар қызықтырмауы мүмкін, өйткені адамдардың көпшілігі ыдыс жууға арналған қолғапты пайдаланады. Бірақ олар үшін бір тамшы сабын ыдыстағы майды тез кетіретіні
және жуғыш затты ұзақ уақыт қолдануға болатындығы маңызды болуы мүмкін. Аудитория үшін нақты не маңызды екеніне байланысты, және бұл зерттеу арқылы анықталады. Сауалнамалар, фокус топтар, бақылау әдісі және компания оны бәсекелестерден ажырататын нақты параметрді таңдайды. Тұтынушылардың сұранысына сапалы талдау жүргізу, нарықтың қажеттіліктерін анықтау, тауар өндірісін ұйымдастыру және оған бәсекелестік баға қалыптастыру өнімді сәтті жылжыту үшін жеткіліксіз болып шығады. Өз тауашасында берік орын алу үшін кәсіпорын өз өнімдері үшін өткізу нарығын қалыптастыру керек. Компания табысты бола ма, нарықта берік орынға ие бола ма, қажеттіліктерді қанағаттандыра ма, мұның бәрін тұтынушылар шешеді. Өткізу нарығын ұйымдастыру сапасынан компанияның өсуі, оның пайдасы және тұтынушылар алдында өз орындағы орны тікелей байланысты. Мұнда кәсіпорындар назар аударуы керек өте маңызды сәттер бар. Мысалы, соңғы сатып алушымен кері байланыс. Мұндай ақпаратты алу үшін арналарды ұйымдастырмай, олардың кемшіліктеріне, сондай-ақ тұтынушылардың қалауының өзгеруіне уақытында жауап беру мүмкін емес. Осылайша біз бәріміз бизнес идеясы, біз армандайтын және ұмтылатын нәрсе ғана емес екенін көре алды. Бизнес идея – бұл бизнестің туу, оның бірегейлігі жоғары табыс алу мерзімдерінің кірістілігі мен ұзақ мерзімділігіне кепілдік береді. Енді біздің бизнес идеямыздың сәтті болғанын білу үшін біз жобамызға маркетингтік зерттеулер жүргізуіміз керек. Енді жауаптары бар сұрақтарды еске түсіріңіз.